Сәлем достар, біз бүгін брендтарды іздеп үйренеміз. Қазір бізге керек заты перевод жасап аламыз. Женская обувь дейік, например. Женская обувь. Кемізді скопировать етіп аламыз сосын. Вставить етеміз. Іздейміз. Мына жерде аяқ киімдердің неше түрлісі шықты. Мән берсеңіздер, ең төбеде қатармен иероглифтер тұр. Соның төртіншісіне басамыз. Ол марка деген сөз, то есть бренды. Төртіншісіне басаңыз, өңкей брендтер шығады. Бұл жерде в основном Қытай ішіндегі брендтер шығады. Егер де мынандай жанында әртүрлі жазу, значок болса, бұл бренд деген сөз. Әдемі аяқ киімдер шықты, әртүрлі бағада. Кез келген емне кіріп, отзывтарыма қарасаңыздар болады. Әртүрлісі бар екен, мына кожа сияқты отзывтар қалдырған. 2072 отзыв фотомен екен. Қараңыздар, осындай фотолар қалдырған. Фотомен кәдімгі отзывтар совпадают. Осындай әдемі аяқ киімдерді табуға болады. Брендті осылай іздейсіздер. Енді женская обувь Prada деп жазып көрейік. Prada деп жазып көрейік. Қараңыздар. И сөйтіп бренд дегенді басайық. Мына жерде міне Праданың аяқ киімдері шықты. Мынандай кошелечек мен қазір мода болып жатқан. Сосын Праданың мынандай аяқ киім шықты, люкс качествода. Андай несін значогын замаз етіп қойған, көрдіңіздер ме? Значогын замаз етіп қояды, оригинал болса. Міне осылай іздесеңіздер болады. Негізі іздеудің өте жолы көп. Әртүрлі фильтрлармен аударып отырып іздеуге болады. Неше түрлі аяқ киімдер шықты Prada деген. Мынау да Prada 133. Отзывтары бар екен. Адамдар алған. Осылай қыздар іздесеңіздер болады.